Сәлем достар, менің арнама қош келдіңдер. Бүгін бізде өте күшті видео болайын деп тұр. 24 сағат бойы ұзын тырнақпен. Менікі осындай мысық болды. Ал Кәусәрдікі осындай бірдеңке Wednesday'ге ұқсайды. Осындай күшті тырнақтар алдық. Осындай коробкада екен, прям әдемі бол деп тұр. Вау, күшті бір. Эстетичная, да? Да. Күшті. Ойбайынан қарасай. Мына жерде бірдеңке тұр. Неге жоқ? Міне астында тұр. Короче, екімізде келе шықты да. Кармен Аяла алған ғой, оларда бірақ келе шықпаған. Ішінен бізде шықты. Ал достар, міне жапсыр бастайын деп жатырмыз. Қазір біз таймпламызға қойып қоямыз. Ал достар, біздің тырнағымыз болды. Вау, қараңдар. Қыздар, сендер үйсі отыра бересіңдер ма? Болдыңдар ма? Я? Тырнақ жабыстырып, 24 сағат тырнақпен деген видео түсірейін деп жатырмыз біз. Ойбай, сондай видео ма енді? Я. Ол 24 сағат тырнақпен деген отырмайсың ғой бір орында онда. Кеттік та жүріңдер, маған көмектесіңдер. Сол қызық болады. Жүр, ыдыс жуып көріңдер 24 сағат ұзын тырнақпен. Кәусәр, сен пылесос ұстап қолыңа. Сен үйді пылесос ұстап көр. Сен ана шайды жинап көр, сосын айтасың. Ұзын тырнақпен 24 сағат жүрген. Тырнағымыз сүреді, Ал білмеймін, ештеңке білмеймін, давай екен. Ұзын тырнақпен деп отырады екен да. Достар, қалайсыздар? Менікі дұрыс қоя? Комментарийге жаза кетіңіздер, менікі дұрыс деп. Ал, Кәусәр, сен мына жерді жинайсың, ана шашылатқан ойыншықтарды жина. Мыналарда тырнақ жабыстырып алған ғой қолдарына. Сендер қандай тырнақ жабыстырдыңдар? Олардың тырнағы қандай? Ондай. Сендер де 24 сағат тырнақпен жүресіңдер ма? Иә. Онда тіпті жақсы. Жоқ, мен аламын. Кеңдер. Мама біз сөйлеп. Мынаны тырнақпен жинаңдар. Жүр кеттік, Кәусәр. Екі кішкентай нақты жинасын. Қолды жинайсыңдар, сен екеуің тырнақпен жинайсың. Мен ыдыс жуам, маған шайды бәрін әперіп тұрыңдар. Жарайды. Жасы, ана. Достар, қазір ұзын тырнақпен кухняны жинап шығамыз. Достар, біз мына жерде жинап болдық, мама сүртуге көмекке келді. Достар, Тырнақтары құрсын. Бір дастарханды сүртамай жатыр ғой. тырнақтар әбіржіп кетті ғой, қарызыңыздар. Түсіне отыр мына тырнағымыз. Солай. Қане таусылып қалды ше. Неге түспейді? Түседі. Сен лакпен жасадыңдар ғой. Бұлар клеймен жасаған жоқ. Тез алынсын деп лакпен жасаған. Бұда лак шықпай қалды. Иә. Олар бізден. Достар, короче, мандарин ашып көреміз. Осы қолымызбен. О май гад. Мен аша алмаймын. Мен аштым ғой. Бетіп шықып алдым. Шықып алсай сол жерден. Көзім ауыртады ше. Қалай алғасын сендер? Өзім ашам. Ашып қойыпсың ғой. Ол жықырлеп жатыр ғой, мына тырнағым. Ай, ертең екі қожақан. Жықырлеп жатыр ғой, қарасай. Ұзын тырнақпен жүрген ұнап жатыр ма енді? Қалай екен енді? Ну, басы норм болып келе жатыр. Өйткені мен деген достар өтірік таймпламыстан көрсеңіздер өтірік қашып жүрдім. Жасамай ма? Ол мақұл енді мен үйде кезде, ал мен жоқ кезде не істейсің? Қайтып күніңді көресің, ал мен дүкенге кетіп қалсам, саған үй жинау керек болып қалады, ыдыс жуу керек болып қалады, бауырларына тамақ беру керек болып қалады. Жалпы керек пе екен ұзын тырнақ? Ай, ауыртады.
қатып отыр мына тырнағым жолмайды. Мен тырнақ істетпеймін өскенде. Тырнақты мамау? Тырнақты өскен кезде істетсең ол білінбейді ғой, андай накладной ногтьқа мынау просто не ғой. Клеймен жасалатын болған соң тез түседі да, ауыртады еще. Ал анау болса ауыртпайтын шығар. Сіз баяғыда сіз жасап едіңіз. Мен жасаймын тырнақ. Жасадым, бірақ сол кезде көрдің ғой, сен сияқты қиналдым ғой мен. Тамақтарымды бере алмай, сосын бір күннен кейін алдым, тойға барып келгеннен кейін алып тастадым ғой, жұлып. Өйткені тамақпен ештеңемен ісі жоқ. Ол әшейін тік тұрып, жүргеннен кейін оған бәрібір болып тұрды. Біз әлі партамыз жинауымыз керекпіз. Парта жаман Парталарын жасалады. жинаңдар. Көріңдер. Теңіз жаққа барып қайтпадық қой, қызы. Теңізге осымен барамыз, достар. Осылай? Онда жүріңдер, сразу кете берейік. Сол жақта да түсіресіңдер. Жарайды. Керек па, керек емес па? Көресіңдер ол жақта. Топ тыртынам. Суық кіріп жатыр ше. Достар, қараңыздар, ашу басында қиын болады, қараңыздар. Қорқасың да тырнақ сынып кете ма деп. Сынбаса екен. Ойбай, сынып кеп қалды ғой. Ашамай жатырмын мен. Ой, ну қатты. Капуста тураңдар сендер, осы ұзын тұрмақпен отырма. Сосын айтасыңдар, керек па тырнақ, керек емес. Жұмсайын ба енді сендерді? Мам, теңізге барайықшы мен. Кеттік онда, киініңдер, қалың киініңдер, давайте. Кеттік, достар, келесін енді теңізге түсіреміз. Бүгін бізде қонақтарды Каспий теңізге апарып жатырмыз. Короче, мен 24 сағат тырнақпен деген видео түсіріп жатырмын. Қараңдаршы, тырнағым түсіп жатыр менің. Бірақ тырнағым. Менің 4 тырнағым түсті, 6 тырнағым қалды. Достар, қарасаңыздар, 24 сағат тырнақпен де вообще алдымызда замокты жабылмай қалды. Өзіге мама жауап беріп жатыр. 10 жасар қыздың замогын жауып беріп жатыр. Алпағын кидіріп беріп жатыр. Жүріңдер, кеттік. Достар, қараңыздаршы, менің уже 4 тырнағым түсіп қалды міне. 6 тырнағым қалды. Біз осындай, короче, теңізге келдік. Каусарларға теңізді көрсетіп. Что тұр ше? Достар, қараңыздар. Ойбай! Кет қап, жұқ. Тағы бір тырнағым түсіп қалды. Ай! Мен басыма кегіспені. Қатық қалдым. Наконец-то. Кигіздің ба? Мам, қалам. Давай, жүрді. Ал достар, біз үш тырнақ жабыстырмайтын болдық. 24 сағат тырнақпен жүре алмадық. Қараңдар, тырнағым бәрі түсіп қалды. Алдына жақта ужас төгіліп жатыр. Короче, Альбинаға енді жабыстырып жатырмыз. Достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Новый клей алдық. Сіздерге осы видеомызды лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Және де менің арнама тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар!